Mine bizim o'tirатын avtobusimiz. Asma geldi bir kız Astana'da deb Oğuz yandı. Avtobus қана шыға алады Қаратауға. Мақтан суаға мақтайма сол жайлы өзімде бір түсіріп алғым келіп. Бұрын Жылаған атаға келгенсіз бе? Иә, 6 жыл бұрын келді. Сонымен жүрдік, иә. Қандай ата var? Hocam istep berген машинасын. Жылаған ата сарқырамасына жету үшін жол таңдамайтын көлікке отырып барған жөн. Себебі тау бөктерінен көлікпен қисық, тасты жолдармен жүріп өтеміз. Одан әрі тау баурайында жалғыз аяқты 3 шақырымды жол бар. Сол жолда саяхатшылар аса сақтықпен жүрмесе, құзға қарай құлап кетуде әбден мүмкін. Бірақ жол жөнекей жүріп келе жатып, Қаратаудың адамдарға ашылмаған жұмбағы өте көп екенін тағы бір түсінесің. Бұл біздің экспедициялық топтың 2-ші локациясы. Бүгін түнде Арыстанбаб кесенесінен сағат 12:30-да жолға шығып кеткенбіз. Отырар ауданынан Сауран ауданына дейін 4 сағаттық жолды өткеріп, Жылаған ата сарқырамасына да экспедициялық тобымызбен бірге таңғы сағат 6-да жеттік. Сонау Түркістаннан 100 шақырым жерді өтіп, Қотыр, темір жолдардың бәрінен асып түсіп, одан кейін 3 километр жаяу жүріп, Жылаған ата бабамыздың басына, бұлағына келіп қалдық. Қазір таңғы сағат 7-нің кезі. Енді жайғасып, енді отырып жатырмыз. Қазір бұлақ басына барып, зиярат жасап, Құранымызды оқып, бұлақ басындағы жаңағы нені тексеріп көреміз. Қандай бір аңыз бар, егер сол жерде Құран оқыған адам жақсы ниетпен оқылған болса, ол жерден бұлақтан су келеді деген, ниет таза адам оқыса. Енді мен анық нақты білмеймін, бірақ өзім естіген бойымша айтып жатырмын. Бәріміз қазір келіп жайғастық, тамақтанып алғаннан кейін сол бұлақтың басына барамыз. Аға, сіз анау жалпы қанша жыл болды осы шырақшы болып жұмыс жасап жатқаныңызға? Bu жерге 2016-дан келдім ғой. 2016-тан бері, сол жерден өшердім ғой. Енді қазір арада 8 жыл уақыт өтіпті. Осы 8 жыл аралықта бір есте қалған бір қызықты оқиғаңыз, немесе біз зияратшылардың арасында болған оқиғаларыңыз бар ма? Енді бұл жерде зияратшылармен келген уақытта жаңында ұрысып қаламыз, неғып айқайласып қаламыз. Біреулер жаңа, мына таудың ортасы Майопка екен дейді. Біреулер жаңа өшерден 6 жыл, 7 жыл бала көтермей, жаңа бала көтеріп кеткендер, келіншектер бар жаңағындай, сондай кереметтер бар. Өшерден жаңа несін ұстай алмай, аруақ жолын жаңағындай жолын таппай жаңағындай ұстап кеткендер бар, жаңа емші болып жаңағындай адам емдеп, жаңа адамдар әкеп жатқандары бар. Сондай кереметтер бар. Қанша аурулар, астма, бронх, язва, туберкулез, Талғат деген бір бала Тараздан келіп өкпеде тесік
жөтелсе аузынан қан кетіп жатыр. Осы соны суына жазылып кетті. Бір апа Алматыдан келді, 5 жыл аяғын басамай жатқан, сол суына түсіп неғып кетті. Асыма келді бір қыз Астанада деп, о қыз жаңағыдай жазылып, осы жерден суына шомылып, Алланың құдіретімен соған не болды. Енді бұл Алланың құдіретімен, бұл геологтар келіп тексерген судың құрамында өте күміс көп деген жағдай. Сонымен жағдай жармақшы болған астынан бұл жердің бәрін жағдай жылан түйе қаптап кеткен. Анада осының басында ауыртпалық болғанда дәу жыландар шыққан ғой жағдай. Біреулер земретер, сене болады, анау болады деп соны жағдай сөйтіп айтқан жағдай. Енді қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінен келеді. Шетелден келіп жатқандар бар? Шетелден, Россиядан келіп жатыр. Мына жерде бір осы жерде жүрген адам Ленинградтан келіпті, Ленинградтан журналист. Соң осыны жаңағыдай тарихын бәрін жазып, осыны кітап жазып, сондай қылам деп жатыр. Шетелден де келіп жатыр, Турциядан да келіп жатыр, Қытайдан да келіп жатыр, Кореядан да келіп жатыр, Германиядан да келіп жатыр. Жаңағыдай Индия, Пакистаннан да келіп жатыр адамдар жаңағыдай. Мынау Тәжікстан, Өзбекстан, ояқтан да көп келеді осындай нелермен. Жаңағыдай несінен. Міне осы жердің историясы сондай жаңағыдай. Жақсы аға, рахмет сұхбатыңызға. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Жылаған атаның бұлағының басына келдік. Осы жерде Құран оқылады. Егер Құран оқып болғаннан кейін бұлақтан су ағады дейді. Мына жерде отырған адамдардың барлығы да оқып көрсе болады. Кімге су ағады, ақпайды, осылай тексеріп көреміз. Жалпы бұл бұлақтың емдік қасиеті өте көп. Көптеген адамдар ниеттеніп, жанға шипа болсын, ем болсын деп бұлақтың суын ішіп жатады, бұлақтың суына шомылып жатады. Құдайдың кереметі ғой, осындай тау тастың арасынан суды шыққанның өзі өте керемет қой. Жалпы мына жерде бұлақтың басы тұрып, халық арасында бір мынандай аңыз бар. Осы бұлақтан Құран келді, су келді. Келді, керемет, міне. Құран оқылды, су келді. Батыстың азаматтары ғой, батыс жұрты. Керемет. Ниеттері қабыл болсын. Судың екпіні күшті. Бұрынғы уақыттарға қарағанда судың екпіні күшті, су жақсы ағып жатыр молынан. Бұрын бұлай қатты аға бермейтін. Бірақ енді бір жағынан көктемнің соңғы күндері болды. Жаз айының алғашқы күні. Бұрын бұлай қатты аға бермейтін. 1,5 минут, 2 минутқа дейін ағып тұратын. Қазір енді көреміз неше минут ағатынын. Бірақ мына жолы су енді жақсы, екпінді. Өте керемет ағып тұр. Тағы бір қызығы, жаңа микрофонды қосып сөйлеп жатқанда, бірінші кадр түсіргенімізде мен видеоны басуды ұмытып кетіппін. Сөйтіп, Дархан бауырым сөйлеп болды. Сөйлеп болғаннан кейін қарасам, мен плейді басуды ұмытып кеткем. Міне екіншісінен басып қосып түсіргенімізде нағыз суақтан сәтке тап келдік. Аңыз бойынша бір перзентке мұқтаж ерлі зайыпты болған екен. Күндердің күнде Құдай тілеулерін қабыл қылып, шашты анамыз жүкті болыпты. Ай күні жетіп анамыз босанады. Бірақ көптен күткен ата-ананың қуаныштары бірден сейіледі. Себебі басы жоқ, аяғы жоқ, көзі жоқ, қасы жоқ, дөңгеленген мес босанады. Бір қызығы сол мес жыл санап емес, ай санап емес, күн санап өсе береді. Бірде мес тумасын арқалап, әбден қажып шаршаған шаштана тас үстіне демалуға шайқасады. Сол кезде анамыз: «Я жаратқан, бала бермей мес бердің, маңдайыма осы месті арқалауды жаздың ғой» деп күрсінеді. Сол сәтте кенеттен таңғажайып бір тылсым дүние орын алады. Мес жарылып, оның ішінен ай десе аузы, күн десе көзі, бір торсықтай ұл жарылып шығады. Сол кезде бала: «Ана, мені қанша жыламсырап күткенде аз ғана күн бейнетіме шыдамадыңыздар-ау. Мен енді сіздерге жоқпын, іздемеңіздер, қош» дейді бала. Ата-анасынан қашқан бала қара тауды бетке алады. Алланың құдіретімен тау қақ айырылып, үңгір пайда болады. Бала сол үңгірге жүгіріп барып ғайып қайналады. Ұлдарының соңынан қуып жеткен
әке шешесі ұлдарының түрін көре алмайды. Тек үңгірдің түкпірінен жаңғырып жеткен дауысын естиді. Міне, дәл осындай таңғажайып құбылыстан кейін баласынан айырылған ата-ананың көз жасы бейнеленгендей сарқырама су пайда болады. Дайындалатын палаудың ең керемет еті ол жылқының еті. Мынау Серт ауылындағы ағаларымыздың дайындаған, баққан жас жылқы етінен қазір палау дайындаймыз. Палау деген бір қандай да ұлтқа тән тамақ емес. Бұл кешегі 14 ғасырда ұлы көреген қолбасшы Әмір Темірдің заманында түрлі ұлт, түрлі тайпалар сол көшпенділердің әскерінде болған. Солардың соғыс кезіндегі асығыс дайындалып жатқан тағамның бірі болған. Енді бір деректерде сол үндістер дайындаған дейді, бір деректерде көшпенділер дайындаған дейді. Дәл қазір батыстан келген қодан қағаларымыз осы жылаған ата бабамыздың жанында, бұлағының жанында тал егіп қалдырып кетпекші. Яғни қазақта бір жақсы сөз бар ғой, атадан мал қалғанша тал қалсын дейді. Осы кісілер осы жердің жайқалуына азғантай болса да үлесін қосып тал егуге ниеттеніп отыр. Ал құрметті көрермендер, жылаған атадағы зияратымыз осымен өз мәресіне жетіп жатыр. Қазір біз зияратшылармен бірге Үкаш ата мазарына барамыз. Енді сағат қазір 10 болып жатыр. Азанмен жолға шығып кету керек болып жатыр. Бүгінгі жоспар Үкаш ата, одан кейін Түркістанға барып, Құл-Қожа Яссауи бабамыздың басына барып Құран бағыштаймыз. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ал міне 3 километр жолды артқа қалдырып, біз тауға, анау жылаған атаның бұлағының басынан жүріп келдік. Стоянкаға жеттік аман есен. Енді Үкаш атаға қарай жол жүреміз. Мұны алдыңызда қарасаңыздар, түрлі таяқтар тұр. Осы таяқтарды сіздерге сүйемелдеу арқылы барасыздар. Осылай шығасыздар аман есен. Аман есен жетулеріңізбен. Кіреттіңіздер. Таяқты үш рет қалдырып кетеді. Мына жерде көрсетейін, жылаған ата 3 километр деп жазып қойған. Осы бір ізді жолмен төмен түсіп жылаған атаға жетесіздер. Барарда 3 километр, қайтарда 3 километр, 6 километр жолды жүріп келесіздер.